Қайырлы күн достар, бүгін баскетбол Куроко анимесінің екінші сезон екінші бөлімін айтатын боламыз, ал сіздер каналға жазылып лайкты аямаңыздар. Ендеше кеттік. Және олар мұны еш қиындықсыз орындап келесі қарсыластарын тордың ішінде жеңеді. Бірақ содан кейін олар Токио командаларының корольдарымен кездеседі. Токиода әрқашан турнирдің финалдық кезеңіне жеткен 3 команда бар. Бірінші орынның жеңімпазы үнемі өзгеріп отырады. Бірақ бұл командалар ешқашан 3-ші орыннан төмен түспеген сонша, Судокудың матчын тамашалай отырып Сейрин турнирдің негізгі кезеңіне өту жолы қаншалықты қиын болатынын түсінді. Ол үштіктің бірінші қарсыласы Сейхо болды. Өткен жылы Сейрин командасы жаңадан жиналып жатқанда Сейхо оларды 100 ұпай айырмашылығымен ұтқан болатын. Ал бұл жеңіліс Сейрин командасының жоғарғы сынып оқушыларына қатты тиді. Сонымен қатар Сейхоға Цугава қосылды. Оның күшін барлық Тейко ойыншылары мойындаған қорғаушы. Өйткені матчта ол кезінде Кисаны толығымен жауып тастады. Сонымен қатар Сейхо командасының ерекше ойын стилі бар. Олар өздерінің жаттығуларының негізі ретінде ежелгі жекпе-жек өнерін пайдаланады. Соның арқасында олар аз күш жұмсауды үйренді. Матч барысында Сейрин оларды қалай тоқтатуға болатынын біле алмады. Өйткені олар жай ғана олардың ойын мәнерін болжай алмады. Сонымен қатар Сейхо керемет күшті қорғанысқа ие, және Цугаваның көмегімен олар Кагамиді тоқтата алды. Соған қарамастан Кагами Куроконы пайдаланып бастаманы өз қолына алып, қорғаныс кілтін алады. Жалғыз мәселе Кагами жиі ереже бұзады. Сондықтан ол 4 айып ұпайына ие болды. Ал 5 ұпайға жеткенде ойыншы алаңнан шығарылады. Кейін Рика Кагамиді ауыстыруға мәжбүр етті. Осылайша оларды негізгі қарусыз қалдырады. Алайда өткен жылғы жеңілістің ынтасы сонша, олар Сейхомен тең дәрежеде бәсекеге түсе алады. Нәтижесінде Куроконың күшінсіз олар бәрібір Сейхоны жеңе алады. Осылайша Токионың бірінші королі жеңілді. Бірақ олардан кейін Сейрин, Мидарима ойнайтын Токионың басқа корольдарымен Сютокумен күресуге мәжбүр болады. Яғни олармен кездесу екесе қиын болады. Матчтың басында Сютоку ойыншылары қорғанысқа шықты. Оны Куроко пайдаланып бастаманы өз қолына алады. Бірақ бұған жауап ретінде Сютоку Такаоға ие болды. Оның негізгі күші сұңқардың көзі еді. Оның көзі алаңда болып жатқанның бәрін көруге мүмкіндік береді. Бұл Куроконың көрінбейтіндігі оған қарсы жұмыс істемейтінін білдіреді. Куроко қанша тырысқанымен Такао доптарды қайта ұстап Сейринді шабуылсыз қалдырады. Мидарима өзін сұмдық сезінген кезде алаңның кез келген бөлігінен керемет 3 ұпай соқты. Оны тоқтата алатын жалғыз адам Кагами. Бірақ бұл үшін оның секірулеріне көп күш жұмсау керек болды, және оның секіруге күші аз болды. Матчтың нәтижесі алдын ала белгілі болғандай көрінді. Сондықтан Сейринге шұғыл түрде бірдеңе ойлап табуға тура келді. Өйткені Куроконың көрінбейтіндігі бұдан былай жұмыс істемейтіндіктен ол жаңа әдісті қолдануға шешім қабылдады. Дәлірек айтқанда, оның бомба соққысы соншалықты күшті болғандықтан оны тек Кагами ғана қабылдай алды. Сютокудан шабуыл азая бастады. Бірақ кейін Кагами әлсіреп, және ол бұдан былай жоғары секіре алмады. Мидарима Кагамидің қазір оны тоқтата алмайтынын және соңғы секундтарда оны тоқтататынын түсінді. Алайда барлығын таң қалдырған Кагами өзінің соңғы күшін секіруге жұмсады. Бірақ Мидарима мұны алдын ала көріп, Кагамиді алдады. Дегенмен Куроко мұны да алдын ала білді. Өйткені ол Кагамиге соңына дейін сенді. Соның арқасында олар допты ұстап алып, бұл кездесуде жеңісті жұлып алды. Бұл Куроко мен Кагами поколение чудестің екінші ойыншысын жеңгенін білдіреді. Бұл ойын Кагамиге қатты әсер етті, және ол аяқтарын қалпына келтіруге біраз уақыт жұмсау керек. Және оған дейінгі жаттығулар өте маңызды. Өйткені олардың келесі қарсыластары Тоа академиясы болады. Оның құрамына поколение чудестің тағы бір ойыншысы Аумина Дайки кіреді. Қарсыластарының ойын деңгейін түсінген Рика Кагами аяғын қалпына келтіру үшін жаттығуларын өзгерте бастады. Олар бассейнде жаттығады, және Сацуки оларға қосылады, және өзін ол Куроконың сүйіктісі деп атады, және ол Ауминаның күшейгені соншалық жаттығуға келмейтінін айтады. Өйткені оның сөзінде мені жеңе алатын жалғыз адам ол мен деп айтқан. Сондықтан ол Курокодан оны жеңуге талпынуын сұрайды. Сейрин мен Тоа матчының күні келді. Оған Аумина келмеді. Өйткені ол Сейринді толығымен жоюға жарты матч жеткілікті екенін айтады. Рика Ауминаның жоқтығын жеңіске деген үміт ретінде қабылдады. Өйткені егер ол матчтың бірінші жартысында басымдылық құра алмаса, екінші таймда Аумина гол соғуға үлгермейді. Қалған Тоа ойыншылары матчтың бірінші бөлігі жай ғана жаттығу екенін, және Аумина келгенде нағыз ойын басталатынын айтады. Дегенмен олардың ең жақсы ойыншысы болмаса да, Тоа командасы жақсы жақтарын көрсете алды. Өйткені олардың өздері өте мықты команда болып шығады.
Сонымен қатар олардың менеджері Сацуки тамаша аналитик және соның арқасында серийн ойыншыларына қарсы барынша дайындалған болады. Ақырында Аомина келді. Бұл ойын енді қарқын ала бастайды дегенді білдіреді және Аомина Кагамиге қарағанда күшті әрі жылдам болды. Куроко мен Кагамиден ештеме шықпады және одан да бөлек басқа проблемалар бар. Рика Кагамиді сканерлеп, оның ойынды жалғастыра алмайтынын түсінді. Әйтпесе ол аяғын жарақаттайды. Сондықтан ол оны орындықта отыруын сұрайды. Ал Кагамисіз серийнің бұдан былай мүмкіндігі болмады және матч 112-де 55 есебімен аяқталды. Матчтан кейін Тоо ойыншысы Куроконың жеңілгенін айтты. Өйткені ол жай ғана әлсіз болды және мұндай сөздер үшін Аомина командаласын өлтіруге дайын. Мектеп күндерінде Аомина мен Куроко үнемі бірге ойнайды және бәрін сенімді түрде жеңетін ең жақсы достар болды. Аомина Куроко үшін қазіргі Кагияма сияқты жарық сыйлайтын ойыншы болды. Бірақ уақыт өте келе Аоминаның күші мықты болғаны соншалық олардың қарсыластары баскетбол ойнауды бірден тоқтатып бас тартты. Осының салдарынан Аомина ойынға деген қызығушылығын жоғалтты. Сондықтан ол жаттығуға баруды және матчта ойынға барын салуды қойды. Осы оқиғаның салдарынан олардың байланысы мен достығы бұзылды бастады. Мұндай жеңіліс Кагами мен Курокоға әсер етпей қоймады. Кагами олардың әрі қарай бірге ойнауынан ешқандай перспектива көрмейтінін мойындап және олар өз бетінше күшейе түсу керек деп санайтынын айтты. Жарақатына байланысты Кагами қалған 2 матчты жіберіп алып, серийн командасы жеңіліп, турнирден шығып қалды. Бұл жағдайды одан әрі қиындатып, Кагами Курокодан көбірек алыстап кетті. Қазір жалғыз жаттығады. Сондықтан Куроко өзінің ең жақсы баскетболын ойнауды тоқтатып, өзінің мүмкіндігінше сенімсіз етіп көрсетті. Клубтағы дағдарыс жағдайына қарамастан команда қысқы кубокқа дайындалуы керек. Ал бұл жерде оларға қызметке қайта оралған, бұрын тізе жарақатын алған Тепей көмектеседі. Ол Кагами секілді орталық қорғаушы. Ал Тепей болса серийн баскетбол клубының негізін қалаушы болғанын және оның күш-жігерінің арқасында өткен жылы турнирде осы уақытқа дейін жеткені белгілі болды. Тепей өте ақылды және өнерлі ойыншы және командадағы айқын проблемаларды көріп, оларды қандай да бір жолмен шешуге шешім қабылдады. Оның ең бірінші жасайтыны басты орталық қорғаушы позициясына күресу үшін Кагамиді жеке кездесуге шақырады. Ойын өте бірқалыпты өтеді, бірақ Тепей өз аяқ киімін үйде ұмытып кеткендіктен бұл ойында жеңіледі. Содан кейін Рика Хьюгомен бірге олар бірінші және екінші курс студенттері арасында матч өткізуді шешеді. Матч алдында Кагами Курокодан оған пас бермеуді сұрайды, өйткені ол бәрін жалғыз жасағысы келеді. Онсыз Куроко ойынды елестете алмайды. Бірақ соған қарамастан бірінші курс командасы басым түсті. Куроко өзін жоғалтып алды, бірақ Хьюго оның қабілеттерін дамыту керек екенін айтып, көңілін көтере алды. Оның арқасында Куроко Кагамидің шынайы ниетін түсінді. Шындығында Кагами Курокомен бірігіп ойнағанынан бас тартқысы келмеді. Ол жай ғана жеке-жеке күшейгенін қалайды. Осылайша олар алаңда бірігіп, одан да үлкен күшке ие болады. Куроко Кагамиге неліктен оның өзінің жарығы ретінде таңдағанын айтады. Оның көмегімен оның баскетбол стилін танитындай поколение чудесті жеңгісі келеді екен. Бірақ оның Кагами туралы ең маңызды қасиеті оның ойынға деген шынайы сүйіспеншілігі. Сондықтан екеуі де ортақ мақсатқа жетуге ниетті. Қысқы кубокқа дайындалу үшін команда жазғы оқу-жаттығу жиынын өткізуге шешім қабылдады. Бұл үшін олардың бюджеті аз, бірақ Рика бірден 2 жерде жаттығу ұйымдастыра алды. Жаттығу үшін бірінші орын пляжда болады және команда сол жерде баскетбол ойнайды. Әрине ол жерде қалыпты ойын ойнауға жағдай жоқ, бірақ сонымен бірге құм аяққа қосымша салмақ түсіріп, пляждағы жаттығулардың арқасында команда бірнеше есе төзімді болды. Бұл лагерде серийн командасынан бөлек Сютоку командасы да жаттығады. Сондықтан олар қосымша дайындық ретінде жолдастық кездесулер өткізуді ұйғарды. Бірақ команда Кагамиге ойнауға рұқсат бермей, пляжда жүгіруге жіберді. Сютоку мен ойын барысында Куроко дұрыс ойнай алмады, бірақ Куроко өзін ойында дұрыс көрсетпегенмен, Мидариманың айтуынша, егер ол қазіргі қабілеттерін сауатты түрде дамыта алса, болашақта ол өте күшті қарсылас болады. Сонымен қатар Кагамиге қарсы жеке ойнағанда ол оған өте құнды кеңес берді. Оның керемет физикалық қасиетіне және керемет секіргеніне қарамастан, Мидарима оны тоқтатуға еш қиналмады және ол Кагамидің ойынын алдын ала болжай алды. Сондықтан Кагамиге шұғыл түрде бір нәрсе істеу қажет болды. Кагамисіз команда барлық жаттығу матчтарында жеңілді, бірақ сонымен бірге команда ойыншылары бірте-бірте дами бастады. Пляждағы осындай қарқынды және ауыр жаттығулардың арқасында Кагами аяғын қатты нығайтып жақсартты. Пляждағы лагерь аяқталып келеді және Рика командаға бұл орынды таңдағанын
бекер еместігін айтады. Өйткені жақын жерде Того мен Кайдзю арасындағы мектеп турнирінің ширек финалы өтетін стадион бар екенін айтады. Яғни Аомина мен Киса ойнайды. Сондықтан Сейрин командасы мұны көргісі келеді. Алдыңғы матчтардан айырмашылығы Аомина шындап дайындалып, ойынға ерекше көзқараспен қарады. Өйткені Кисаға қарсы ойнау ол үшін көп нәрсені білдіреді. Кисаның өзі де оны жеңуге бел буған. Өйткені Киса ойнауды енді үйреніп жатқанда, ол үнемі Аоминамен бірге бір ойнайды. Бірақ олар қанша ойнаса да Киса ешқашан жеңіске жете алмады. Кисаның баскетбол ойынына келуіне мотивация берген тағы бір факт Аоминаның керемет ойыны еді. Қағаз бойынша Того командасы күштірек көрінеді. Сондықтан барлық Кайдзю ойыншылары өздерінің ең жақсы ойыншыларына толығымен сену керек болады. Того матчта бастаманы өз қолына алады, бірақ Киса оның көшірмелерінің арқасында Аоминеге бірдей жауап бере алады, және мұның бәрі бірнеше таймда тең есеппен аяқталды. Алайда Куроко ойынды бақылап отырып, Аоминенің матч барысында мықты қарсыласпен ойнаған кезде жылдам режимі бар екенін атап өтті, және солай болады. Екінші таймда Того сенімді түрде алға шықты, сондықтан Кайдзю командасы тайм-аут алды. Ол кезде Киса командаға Аоминенің стилін толығымен көшіргісі келетінін айтты. Мұны істеу өте қиын, бірақ команда оның шешімін мақұлдады. Олардың барлығы Кисаға шын жүректен сенетіндіктен, Киса Аоминені көшіруге тырысқанда, Того командасы сенімді түрде алдыға шыға бастады. Ойынның үшінші жартысында ғана Киса Аоминені толығымен көшіре алды. Ойын өте қызықты болды, өйткені Киса ойынның керемет деңгейін көрсетті. Сонымен қатар ол Аоминені фолға айналдырып төпекке кіргізді, және бір сәтте Аомина 4 штрафной жинады. Алайда бұл Кисаның ғана ашуын келтірді, және Аомина ойыннан шығу қауіпіне қарамастан Кисаға одан да агрессивті түрде мүмкіндік бермей, Кисаны жаба бастайды. Киса қаншалықты тырысса да қолынан ештеме келмеді, және көшіру техникасы тым көп энергияны жұмсайды. Шындығында Аомина физикалық тұрғыда өте күшті және икемді. Аоминаның ойын стилін көшіру өте қиын. Сол себепті Киса шаршап, мұндай жылдам ойынын көшіруге мүмкіндігі жетпеді. Ойынның соңғы секундтарында Киса доп беруді капитанына тапсыруды ұйғарды, ал Аомина мұны сезіп, топты ұстап алып матчты аяқтады. Соңғы пасқа байланысты ол Кисаны әлсіз деп санады, өйткені Аомина ешқашан басқа біреудің шешуші пасына мүмкіндік бермейді. Киса жалғыз жеңе алмайтынын түсінді, және Аоминеден айырмашылығы ол командаға сенді, және өз таңдауына өкінбейді. Осы жеңіліс Кайдзю ойыншыларына қатты соққы берді. Олар ойыннан кейін көз жастарын тия алмады. Киса мен Аомина арасындағы шайқас керемет және тең дәрежеде көрінді. Дегенмен оның командасының айтуынша, Аомина өзін ұстап, ойынға қатты кіріспегенін айтады. Яғни біз оның шынайы күшін әлі көрген жоқпыз. Ал Куроко мен Кагами дайындықтарын жалғастыруда. Өйткені Куроконың айтуынша, қысқы кубокта олар нағыз поколение чудеспен күресуге тура келетінін айтты, және ол поколение чудестің бүкіл ұрпағын әлі көрген жоқпыз деп айтады. Бірақ кейін не болатынын біз бейнебаянның екінші маусымында білетін боламыз. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз, және келесі бейнеде